енді медальсыз қалдым 5-ші орынмен. Бұйыртса алдағы жарыстарда көктеміміз әрқашан беттен желбіретемін деп уәде беремін. Бұйыртса келесіде дайындалып мықты болып ораламын. Бибі сізге жалпы қалай ойлайсыз, не жетіспейді деп ойлайсыз? Мен енді ғана 2 жыл болды жақсы күресіп келе жатқаныма, сол кішкене уақыт жетпеді. Қалған бүкіл қарсыластарым бұрыннан жүлдегер болып жүрген қыздар. Бұйыртса тағы да 4 жыл маған жетеді деп ойлаймын. Салмақ ауыстырамын деп ойлайсыз ба? Жоқ, 48-де қаламын. 48-де қаламын. Жалпы бір сұхбатыңызда мен тұрмысқа шықпаймын депсіз. Жалпы тұрмыс құру сізге кедергі емес, кедергі деп ойлайсыз ба жалпы? Негізі енді кедергі емес. Олимпиадаға дейін. Негізі кедергі емес, ашуланып айтқам, алдағы уақытта ойланып көрем. Айбиба, алдағы уақытта тағы жарысқа дайындалып жатырсыз. Ол жарыстың дәрежесі осы Олимпиадамен тең келеді. Сол туралы айтыңызшы. Бұйыртса октябрьдің 13-і күні Абу-Дабиде өтетін Гранд Сламға күресемін. 2 ай бар. Бұйыртса қазір бір 2 аптадай демалыс алып, қайтадан татамиға ораламын. Сол жарыстан жеңіс күтеміз сізден. Абиба, сіз жарақатыңыз болды ма жалпы, кедергі келтірмеді ме жалпы? Сіз қазір күресем деп жатырсыз, жарақаттарыңыз болса емдемейсіз бе? Емдеймін негізі, прям қатты емес, ол қатты ауырмайды. Сіңірі созылған, кеше жарысты созып алдым. Ертең тексеріліп, 2 аптадай лечение алып, 1 ай күреспеймін ғой татамиға шықпаймын. Енді 1 айдың ішінде қайдасыз? Атырауға барасыз, елге барасыз, демаласыз ба? Иә, демалым. Атырауға барамын. Ең басты сағыңыз сынбады ғой? Жоқ, маған бұл жарыс сынақ болып келді. Олимпиададан көрдім, негізі көруге емес, медаль алуға барғам. Барлық қазақ елі маған қатты сенді. Сол үшін қолдауды сезіндіңіз жалпы? Иә, бүкіл қазақ әліге дейін қолдап жатыр, қаншама адамдар шығып жатыр маған. Қолдау көрсетеміз деп. Рахмет үлкен барлығына. Олимпиада төрінде көрінгеніңіздің өзі үлкен жеңіс. Көп рахмет сізге. Рахмет.